Көлеңке жарық бұл жай кітап емес, терапия кітап. Сондықтан бұның оқу инструкциясы бар. Жай ғана сылдыратып оқып шығуға болмайды. Міне, арнайы жазылған. Кітапты оқу барысында түрлі эмоция көтеріледі, түрлі сезімдер көтеріледі. Сондықтан осы инструкциямен оқу керек. Және өзіңіз туралы көп нәрсе анықталған соң асығыс, шешім қабылдамаңыз, жаныңызды емдеңіз. Сондай-ақ мына жерде ескерту бар. Кімге бұл кітапты оқуға болмайды. Мынау QR код, кітап ішінде дәл осындай терапия 11. Бұл QR-ды ашу үшін телефонның камерасын ашасыз да, осы QR-ға жақындатасыз, сілтеме шығады. Үстін бассаңыз, міне сізді YouTube-тағы мынадай аудиотерапияға жібереді. Жарық кітабында ұсынылған